Бәріңізге ассалаумағалейкум достар. Сіздермен бірге қазақша арнасы. Бүгінгі видеода мен алғашқы қазақ ханы, қазақ хандығын құрушыларының бірі және қазақ тарихындағы ұлы тұлға Керей хан туралы айтатын боламын. Сол себепті видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Керей хан Болаттың жалғыз баласы. 15 ғасырдың ортасына дейінгі тарихи оқиғаларда Керей хан туралы мәліметтер кездеспейді. Бірақ та Мұхаммед Хайдар Дулатидің Тарихи Рашиди атты еңбегінде Керей ханның туысы Жәнібек ханмен бірге 15 ғасырдың 50 жылдарының аяғында қазақ хандығының құрылуына қатысты мәліметтерде алғаш рет атала бастайды. Ол мәліметтерде сол кездегі бүкіл Дешті Қыпшақ даласын Әбілхайыр хан биледі және ол Жоша әулетінен шыққан сұлтандарға күн көрсетпеді. Нәтижесінде Керей мен Жәнібек хан артынан бірнеше адам ертіп Моғолстанға көшіп келеді. Онда Есенбұға хан сұлтандарды құшақ жая қарсы алып, Моғолстанның батыс шетіндегі Шу мен Қозыбас аймақтарын береді. Керей мен Жәнібек хандар сол жерге орналасқан соң Әбілхайыр хан дүние салады. Өзбек ұлысының шаңырағы шайқалып, ірі шиеленістер орын алады. Оның үлкен бөлігі Керей мен Жәнібек хандарға көшіп кетеді. Сөйтіп, олардың маңына жиналғандардың саны 200 мыңға да жетеді. Билік құру жылдарын айтар болсақ, Керей хан мен Жәнібек ханның қол астындағы ру тайпалармен 1457 жылдың күз айында Шу өңіріне көшіп келген. Ал 1452 жылдың көктемінде Керейді хан етіп жариялайды. Керей мен Жәнібек ханның бөлінуімен көшпелі өзбектер мемлекеті ыдырай бастайды. Әбілхайыр ханға наразы сұлтандар, ру тайпалардың басшылары Керей хан мен Жәнібек ханға келіп қосылады. Осылайша қазақ хандығының халқы өсе бастайды. 1462-1469 жылдары Моғолстан ханы Досмұхаммедтің мәнсіз, мағынасыз жүргізген саясаттарының салдарынан Керей хан Жүніске қолдау көрсетеді. Ақыры 1469 жылы Досмұхаммед хан қайтыс болған соң билікке Жүніс хан келеді. Керей хан тұсында негізі қаланған қазақ пен Моғолстан қатынасы 16 ғасырдың 30 жылдарына дейін достық сипатында болады. Сол кезде Әбілхайыр хан Керей мен Жәнібек хандардың ықпалы күшейе бастағанынан қауіптеніп, 1468-69 жылдары жорықтар ұйымдастырады. Жорық кезінде Әбілхайыр хан ауырып қайтыс болады. Әскері кейінге оралады. Осыдан кейін көп ұзамай көшпелі өзбектер мемлекетінде билік үшін талас тартыс басталады. Осыдан кейін Дешті Қыпшақтағы билікті Ұрыс ханның тұқымдары Жәнібек хан мен Керей ханның қолдарына өтеді. Олар тағы да 30 жыл бойы шайбаниттермен шайқасады. Бұл жағдай көшпелі өзбек мемлекетінің атының Дешті Қыпшақ болып өзгеруіне ықпал етті. Бір кездері Моғолстанға қоныс аударған адамдар өзбек ұлысын қазақтар деп атай бастады. Және бұл атау бүкіл хандыққа тарай бастады. Осылай жылдар өте Керей мен Жәнібек хандардың басты мақсаты қазақ хандығын құрып, ру тайпалардың басын қосуы жүзеге асады. Тарихи деректерде Керей ханның есімі соңғы рет 1472-73 жылдары Сырдария жағасындағы қалалар үшін Моғолстан ханы Жүністің ордасына Бұрыш сұлтанның шабуыл жасаған кездерінде айтылады. Керей ханның қай жылы қайтыс болғаны жөнінде нақты мәліметтер жоқ. Керей ханның балалары болды. Олар Бұрындық хан, Қожа Ахмет және Сұлтанәлі. Олардың ішінде 30 жыл қазақ хандығын билеген Бұрындық ханның соңғы тақ билігі түпкілікті түрде Жәнібек ханның ұрпақтарының қолына өтеді. Керей ханның қалған екі ұлы туралы деректер кездеспейді. Кенесары ханға дейін қазақ хандығында 3000-ға жуық
хан болған екен. Олардың көпшілігінің аттары біздің күнге дейін жетпегенімен қазақ хандығының бірінші ханы Керей ханды қазақ халқы ұмытпайды. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Видеоға лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздермен болған қазақша арнасы.